Assalamu alaikum, hurmatli musulmon qavm. Bugungi taqribimiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatini bekam bo'lu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning har bir isinde biz uchun yekunida foydali amallar bor. Soning birin ayta ketетін болсақ, күнделікті bekitilgan sünnet namazları. Таң namazının алдындағы 2 rakat sünnet namazı, besin namazının алдындағы 4 rakat sünnet namazı мен farzdan keyingi 2 rakat sünneti. Şam namazından keyingi 2 rakat sünnet namazı, Qubtan namazından keyingi 2 rakat sünnet namazı. Mine bu 12 rakaаттың пайдасы biz үшін өте көп екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімдегім күндіз және түнде 12 ракаат намаз оқыса, Аллах Тағала оған жәннаттан үй тұрғызады деген. Бұл сүннеттің пайдалары. Егерде біз бір дүние тіршілігімен, дүниемізді ойлап, немесе шайтанның азғыруымен алданып, парыз намазын немқұрайды оқитын болсақ, осы біздің сүннет намазымыз сол қабыл болмай қалған парыз намаздарының орнын толықтырады екен. Бұл да бір Аллах Тағаланың пендесіне берген рахмы. Сүннетке бекем адамға Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағат етеді. Әлбетте қияметте бізге теңгеде мансапта пайда бермейді. Біз ол күні Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шапағатына мұқтаж боламыз. Және де бір сүннеті дүйсенбі, бейсенбі күнгі оразалар. Оразаның пайдалары өте көп. Ораза ұстаумен үлкен сауапқа кенелеміз. Денсаулығымызды жақсартамыз. Аллах Тағаланың мейіріміне бөленеміз. Және де парыз оразаларымыз бір себеппен қабыл болмай қалып жатса, осы сүннет оразалармен орнын толықтырады екен. Ал енді бұл құлшылықтағы сүннеттер. Енді күнделікті осы өмірдегі істеп жүрген амалдарымызды да сүннетке айналдырсақ болады. Соның бірі су ішу. Суды ішкенде отырып іштейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Және де ұрттап үшке бөліп, одан кейін барып қанғанша іссек болады екен. Ал қазіргі медицина дамыған заманда осы отырып ішкендегі пайдалары: асқазанымызға бірнеше уақыт су сақталып, асқазанның қышқылдығы арқылы судың құрамындағы микробтар өледі. Содан кейін барып ішекке түсіп, одан арғы бүйректің фильтрінен өтеді. Егерде біз тұрып ішетін болсақ, су асқазаннан бірден өтіп, ішекке түсіп, ішегімізге микробтар өтіп, ішімізге ауру пайда болуы мүмкін екен. Және бір сүннеті тамақтанғанда асқазанның 3-тен 1-ін бос қалдыру. Егерде біз тамақты тойып ішетін болсақ, асқазанымызға ол ауыр тиеді. Және денсаулығымызға кері әсер болады. Ал енді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұйырғандай, асқазанның 3-тен 1-ін бос қалдырсақ, ол асқазанымызға жеңіл болып, денсаулығымызға да пайда алып келеді екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұйықтағанда оң жақпен ұйықтаған. Міне бұл да бір пайғамбарымыздың сүннеті. Оң жақпен ұйықтағанда біздің жүрек қағысымыз жеңілдейді. Ал сол жақпен ұйықтайтын болсақ, онда біздің жүрек қағысымызға ол денеміздің салмағы кері әсер етеді. Міне Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерінде біз үшін өте пайдалы нәрселер көп. Осы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне бекем болсақ, иншалла біз сауапқа да кенелеміз, денсаулығымызға да пайда алып келеді екенбіз. Осы естіп білгенімізге Аллах Тағала амал істеуді нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Амин.